бір қызық жағдай болды достар. Қазір айтып берейін сендерге. Қазір көлеңке тауып алайық. Машина тұра берсін. Күн басымнан тегіп жатыр Шымкентте. Короче, заказ шығады. Крузаққа да мынаған да заказ шығып жатыр. Короче, заказ шығады неге? Бекжанға қарай тартам. Жайлаудан Бекжанға қарай 580 теңге шығады. Барам, 4 қыз отырады. Сөйтсем, 4 қыз Бекжанға дейді. Алашқа. Кетіп барадым, аға дейді, біз Шұбарсуға барадық, қаншаға барып тастайсыз дейді. 2000 қос деймін, сонымен 2,5 лайк круглый дейді онда. Бопты дедім, сөйтіп. Тартып баратсам, жетіп ал деп. Енді 300-ка не істеп жүр дейді. 300-ка достар қазір Түркістан облысында мысалы 60 мың, 80 мың жалғайды адамдар ше. Құдалық бар, анау бар, мынау бар, жүре береді, ақша табар. Қазір 200-ка, 300-ка, 570, 600 мың болса, құдалыққа сондай жалғап барады адамдар. Бір құдалыққа барып қатысады да. Соған 80 мың, 100 мың, 200 мың алып жатқандар да бар. Сөйтіп жалғап барады. Әдем 3 машина жалғаса, сол 3 машина апарып келеді, ішіндегілер ішіп, сейіп, айқайлап, билеп өздері қайтады. Мәселе ода емес, мен айтайын деп жатқаным, мәселе сол 4 қыз отырады, сөйтеді, терезені ашып тастайды, сөйтеді, айтады, аға дейді, шеге берсек бола ма дейді. Шеге берген емес, темек шеге берсек бола ма дейді. Сөйтсем, төртеуі де темек шегіне тұрған да. Шеге берден, темегін шекті, Шұбарсуға әкеп тастадым. Темекін мына жерге лақтырып қойған тұғым, алдында отырған қыз. Сөйтіп, темекін қап барады ғой десем, аға кейін басқа мінген клиенттерге бере саласыз дейді. Көрдің бе, анда-санда шегетін қыздар ғой. Анда-санда біліп қойдым ғой. Анда-санда шегет. Тастап кетеді сөйтіп. Постоянно шегетін болса біреу алып кететін еді. Андай тонкий, ұзын ғой, короче. Жатыр ғана. Тастап кетті, сонымен бардачокқа сап қойдым оны. Мәселе қыздарда емес, қыздарда айтып кеттім ғой. Мәселе газелде мәселе. Короче, Бадам көпір білесіздер ғой. Содан шыққаннан кейін Шымкент бітті деген жазу шығады. Сол Шымкент бітті деген жерге дейін енді біз қаланың іші ғой. Бәріміз 10 жақпен келе жатырық. Мен артында 75 келе жатты, алдында бір Грандеур келе жатты, оның алдында Жак келе жатты. Қат жүретін көліктер ғой, былай қарасаң, жай жүретін көліктер емес. Сөйтеді бәрімізді газель осып кетеді ғой, бортовой газель. Деп осып барады енді. Қаланың іші 70-тен асыруға болмайды, достар. Мен өзім 65-68 тақ келе жатқан. То 72-ке асып сөйтіп жүріп келе жатырмын ғой енді солай. Бір кезде анау озуда кетті, анау сол линиямен ше. Басына Бадам көпір бар ғой, білесіңдер ғой. Сол жаққа қарай басы кетіп бара жатқан. Шымкент деген жазу Рауан Ранч деген жерде бітеді. Шымкент бітті деп сызылып барады. Оған дейін ол населенный пункт қаланың іші. Кетеді. Біз бәріміз 10 жақпен жайлап келе жатырық. Сөйтеді, Кобальт кетеді жанымен. Тоже қатты. Сөйтіп бара жатсақ, жаңа газель тұр. Бортовой газель. Гаи ұстап алған. Үстінде кейбір шерифі жоқ. Кеше біреу маған жазып жатыр. Төбесіне кейбір шериф болмаса түсірмейді. Достар, кейбір шериф жақында шыққан нәрсе. Кейбір шериф. Оға дейін сендерді қалай ұстады олар? Қалай ұстады айтыңдаршы оға дейін? Кейбір шерифқа дейін қалай тоқтатты сендерді айтыңдаршы маған? Дұрыс, радармен атты. Радар деген бар. Оның үстінде кейбір шериф жоқ екен деп ұрып кете бермеңдер. Ішінде радар бар. Сол радармен газелді атып ұстап алды. Қаланың балдары, гаилар. Ал не істеді енді? Кассина 9800 келеді қазір айыппұл. Немесе 10 мың тастап кетеді. Білмеймін енді қанша. Одни фиг 10 мың теңге ұтылып тұр ол. Енді соны айтамын да, жай айдап шық. Жай да, қаладан шыққанша 70-пен шық. Зато 10 мың теңгеге мына жерден қазір өрік алатын ең, черешня алатын ең, қауын тұр әне, қауын алатын ең, қарбыз алатын ең, квас ішетін ең, квас. 10 мың теңге өзіңе рахаттанып ішіп, сол 5 минут жерде сабыр ұстай алмадың ба деймін да. Мен келдім міне, 2,5 теңгеге келдім қазір Шұбарсуға. Қыздарды әкеп тастадым. 2000 теңгеге бензин құйдым. 500 теңге қалды. 500 теңгеге горилла аламын да Шымкентке қайтам. Болды, қазір қайтам. Шымкентке қайтам да электроникамды істеймін ары қарай, машина істеймін. Жай жүрсеңіздерші, немене болды сонша қаланың ішінде біле, не 75 қат жүре алмайды дейсің ба? Грандеур қат жүре алмайды дейсің ба? Жак қат жүре алмайды дейсің ба? Нексия қат жүре алмайды дейсің ба? Жүреді. Анау газелен бәрін осып барадырым деп бүйтіп кетіп барадыр ғой.
Жаным газель айдайтындерді жақсы көремін өзімше. Сол газель айдайтын мен фура айдайтындар ақ гаиді бағып біттіңдер ғой. Кім жаман, гаи жаман дейді. Достар, ережені сақтасақ, ешкім тоқтатпайды. Кеше біреу маған комментарийде жазып жатыр. 8 жыл болды айдап жатқаныма бір рет айыппұлға түспедім дейді. Міне, ереже сақта болды.